Саудалық атауы фенистил нео тамшысы, халықаралық патенттелмеген атауы диментинден, дәрілік түрі, ішуге арналған тамшылар. Сипаттамасы: түссіз мөлдір, иіссіз сұйықтық. Құрамында 1 мл препаратта 1 мг диментинден бар. Фармакодинамикасы: антигистаминді, аллергияға және қышынуға қарсы дәрі. Фенистил ішке қолданылатын тамшылар түрінде және теріге жергілікті қолданылатын гель түрінде болады. Қолданылуы: маусымдық аллергия, тағамдық және дәрілік аллергия кезінде, түшкіру, қышыма, экзема, дерматит және тағы басқа тері бөртпелері, қызылша, желшешек кезінде фенистилді қолдануға болады. Қолданылу тәсілі: 1 айдан 12 айға дейінгі балаларға 3 және 10 тамшы аралығында, дәрігердің тағайындауымен міндетті түрде. Ал 1 жастан 3 жастағы балаларға 10-15 тамшыдан күніне 3 рет бересіз. 3 жас және 12 жас аралығында 15-20 тамшыдан күніне 3 рет қабылдауға болады. Ересектерге және 12 жастан асқан балаларға 20 мен 40 тамшы арасында күніне 3 рет қабылдауға болады. Фенистил препаратын қыздыруға болмайды. Препаратты баланы тамақтандыру алдында бөтелкеге ыстық емес сусынға қосып, немесе балаға сұйытылмаған түрде қасықпен беруге болады. Фенистилді 1 айға дейінгі нәрестелерге, әсіресе шала туылған балаларға қолдануға болмайды. Ал фенистил жақпа майын дерматоз кезінде, есек жемде, жәндіктер шаққанда және түрлі тері қышынуы кезінде қолдануға болады. Қалай қолданамыз? Жақпа майды күніне 2-3 рет теріге жағу арқылы пайдаланасыз. Қолдануға болмайтын жағдайлар: жүктілік және лактация кезінде.